сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дауыссыз н және ң дыбыстары. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бересіңдер. Дауыссыз н, ң дыбыстарын дыбыс түрлеріне ажыратып, айтылуы мен жазылуын меңгересіңдер. Оқушылар, біз алдыңғы сабақта дауыссыз н, ң дыбыстарының жазылу емлесімен таныстыңдар. Оқушылар, 65-ші бетті ашып, 66-ші туға қараймыз. Мәдіхан Төрежанов. Кішкене бағбан. Кішкене бағбан. Садықтың әкесі бағбан. Садық оған үнемі көмектесіп жүреді. Қар кетісімен әкесі мен баласы бақта тынбай еңбек етеді. Бір күні Қалел жүгіріп келіп, "Кеттік, Садық, ойынға", деді. "Менің жұмысым көп", деп жауап берді Садық оған. "Жұмыс деген немене? Тәйірі, одан да ойнаған қызық емес пе?" Садық ойнағысы келіп кетсе де жұмысын жалғастыра берді. Күз де келді. Бақта жеміс пен жидектің сан алуан түрі пісті. Садықтың өзі де қарқ болды. Досын да барынша сыйлады. Қалел тойып алып, "Бәрін де түк қалдырмай жеп қоямыз", деді. "Қалады", деп жауап берді Садық. "Әкем кім ойынға елікпей еңбек етсе, жер соны қарық қылады" деген. Балалар, мәтін не туралы? Әрине, кішкене бағбан туралы. Бағбан деген кім? Дұрыс айтасыңдар. Бағбан да мамандық иесі. Бағбан бау-бақша күтуші, баптаушы адам. Садық пен Қалелге қандай мінездеме бересіңдер? Садық еңбекқор бала болса, Қалел жалқау бала. Күзде табиғатта қандай өзгерістер болады? Күзде күн суыта бастайды, дұрыс айтасыңдар. Ағаштардың жапырақтары сарғайып, түсе бастайды. Жауын-шашын да көп болады екен. Болашақты елестетер болсақ, бұл мәтіннен болашақтағы жеміс-жидектерді күтіп баптайтын бағбанды көріп тұрмыз. Бұл мамандықтың да қызығы мен қиындығы қатар жүреді екен. Оқушылар, келесі дәптермен жұмыс. 67-ші жаттығуға қарайық. Берілген мақалды жадқа жазамыз. Ол үшін тыныс белгілеріне мұқият назар аудара отырып, мақалды түсініп оқып аламыз. Балалар, өнерлінің қол алтын, өлеңшінің сөз алтын. Қанекей, жаттап алайық. Жаттап болсақ, дәптерге жазамыз. Жазып болсақ, н, ң дыбыстары бар сөздердің астын сызайық. Жарайсыңдар оқушылар. Н, ң дыбыстары сөздің қай бөлігінде келіп тұр? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Сөздің ортасында келіп тұр. Ң дыбысы сөз басында кездесе ме? Жоқ, әрине, ң дыбысы сөздің басында кездеспейді. Себебі ң үнді, тіл арты дыбыс. Ң дыбысы екі дауысты дыбыстың ортасында келген жағдайда сөздерді буынға бөлген кезде ң дыбысы келесі буынның басында келеді. Өз құралыңды дұрыс таңда айдары бойынша келесі 68-ші жаттығуды ауызша орындаймыз. Суретке қарап суретші, қобызшы, кенші, құрылысшы, аспаз, тәртіп сақшысы мамандық иелерінің өздерінің жұмыстарына қажетті құралдарды дұрыс таңдап алуына көмектесуіміз қажет. Суретке дұрыстап қарайық. Қарап болсақ, құралдарын дұрыс орналастырайық.
Тапсырманы орындап болсақ, қанекей балалар, тексереміз. Жарайсыңдар оқушылар, сіздерді тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Суреттегі мамандық иелері туралы не білесіңдер? Саған бұл мамандықтардың қайсысы ұнайды? Өзің болашақта қай мамандықты таңдар едің? Оқушылар, тапсырмадан қандай қорытынды шығаруға болады? Әрине оқушылар, әр мамандық иесінің өз мамандығына сәйкес құралдары болады екен. Мысалы, суретші қобызбен сурет сала алмайды ғой. Сондықтан болашақты елестете отырып, өз таңдауымызды дұрыс жасағанымыз жөн. Ойлан тап айдары бойынша келесі 70-ші жаттығуды орындаймыз. Өлеңді оқып, кім туралы екен табыңдар. Керек және қарамен берілген сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстырыңдар. Қарағым, оқы, босқа жүрме, ойынға құр қаларсың, көңіл бөлме. Жасынан оқып өнер қуған, жан жетпес, көңілі жүйрік кемеңгерге. Балалар, ойын қуған бала, ол пайдасыз іс-әрекет. Ал кемеңгер ақылды, дарынды баланы айтады екенбіз. Осы өлеңдегі айтылған іс-әрекет кімге сәйкес келгенін анықтайық. Оқиды, алға ұмтылады. Ол кім? Әрине, ол кемеңгер. Құр қалады, босқа жүреді. Ол кім? Әрине, ойын қуған бала. Жан жетпейді. Ол кім? Әрине, ол кемеңгер. Көңілі жүйрік. Ол кім? Әрине, ол кемеңгер. Ойынға көңіл бөледі. Ол кім? Дұрыс айтасыңдар, ойын қуған бала. Жұлдыз аламын деп қолын көкке сермейді. Ол кім? Керемет оқушылар. Әрине, бұл ойын қуған бала екен. Жарайсыңдар, тапсырманы дұрыс орындадық. Өлеңнің түйіні: оқып білім алу керек, себебі білімсіз өмір өлгенмен тең. Білімді адамға жан жетпейді. Ол үшін оқы, босқа жүрме, ойынға көңіл бөлме, ойын қуған балаларға жолама, қасына ерме, кідірме, тіпті аяңдама, алға ұмтыл, биікке қолыңды серме. Бүгінгі сабақта балалар мәтін мазмұнын түсіне отырып сұрақтарға жауап бере алдыңдар деп ойлаймын. ың дыбыстарының жазылуы мен айтылу ерекшеліктерімен танысып, қолдана алдыңдар деп мен сіздерге сенім білдіремін. Балалар, оқу тапсырмасына бүгінгі алған білімдеріңе сүйене отырып, өз беттеріңше кестеде көрсетілген мамандықтар бойынша отбасы мүшелерімен бірге диалог құрауды ұсынамын. Яғни оқу тапсырмасы 67-ші беттегі 69-ші жаттығу орындаймыз. Осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Қош, сау болыңдар.